Зада мәттердің қуатын айтыңызшы. Мәт ләзім ең қуатты, одан кейін мәт мұттасыл, одан кейін мәт ғарит, одан кейін мәт мұнфасыл, одан кейін мәт бәдәл. Бір аяттың ішінде немесе бір сөздің ішінде осы мәттер қатар келсе, қайсының үкімі алынады? Қуаттырақ алынады. Ең қуаттырақ алынады, иә? Уақыт болғанда ма, уасыл болғанда ма, қай кезінде алынады? Жақсы. Енді үшінші аятты сіз оқыңыз. Тә тәмарбутада ғұнна жоқ. Мынау тәнвиннен бастап ғұннаны бересіз, иә? Тәға ғұнна. Жақсы. Енді ары қарай терең тәжвид бойынша талдаңыз. Әннәху дегенде худамир әсли мәттің худамирге қатысты екіге созылады. Былай талдаңыз. Асли мәттің сила суғырасы деп талдасаңыз, ұмытпайды. Тағала дегенде ол әсли мәт тағада екі харакатқа созылады, ләда табиғи мәт екі харакатқа созылады. Сода тоже табиғи мәт. Со жақташамыз. Екі харакатқа созылады. Домалақтамаймыз, соған да мән бересіздер. Со. Так, бұл жерде сукунды нун мен тәнвинге қатысты үкім бар. Идғам, оның ішінде нақс идғам уау әрпіне қатысты, уауға келіп тұрғаннан кейін. Тәнвин тәтә бұғайын қайды, жаңағыдай тәтә бұғыл харакаттайын, харакаттар тәнвиндегі фатқа бірінен соң бірі жазылады, жазу несінде, мұсхафта. Енді айтыңыз осы жерде заты мен сипаты жоғала ма, сақтала ма? Заты жоғалады, сипаты сақталады. Дұрыс, сипаты сақталады. Сипаты сақталғанын қалай білеміз? Ол ғұнна болады. Ғұнна сипатын айтылады міндетті түрде. Ғұнна сипаты сақталады. Мудғам фихтағы вауда, екінші мудғам фихтағы вауда ғұнна жоқ. Оны ашық айтамыз. Біріншісіндегі мудғамда ғұнна болғандықтан ғұннаға жібереміз, екінші мудғам фихта ашық оқылады, ғұнна сипаты бірінші уау сақталады. Мудғамда сақталғандықтан, оны біз уаудың өзінің ғұнналық сипаты бар ма, жоқ па? Жоқ, уаудың лин сипаты бар. Енді барлық сипатын айтып шығайын ба? Жалпы лин сипаты бар. Жоқ, лин сипаты бар ғой. Уаудың ғұнналық сипаты жоқ, бірақ ғұнналық сипаты жоқ. Уаудың ғұнналық сипаты жоқ. Сондықтан ол нақс идғам деп айтылады. Бұл жаңағы мудғам фиққа байланысты. Екінші әріп шәдда болып не істегеннен кейін сукунда. Нақс идғам болған үшін бірінші мудғамда біз ифаны береміз. Ғұнна сипат сақталады дейсіз, жақсы. Өте жақсы, ары қарай. Лә дегенде табиғи мәт екі харакатқа созылады. Уәләдә деп тоқтаған кезде, уақыф жасағанда, негізі бұл жерде тәнуин, фатха тәнуин келіп тұр, мәт ғиуат болады. Тәнуин сипаты жоғалып, екі харакатқа созылып, мәт беріледі. Табиғи мәт. Мына жердегі нақс идғам бойынша сұрайыншы, тәнуин келіп тұр ғой, тәнуин не болады бұл жерде? Идғам жасалатын әріпке шәдда қойылады, қойылмайды? Нақс идғам болғандықтан, мудғам фиққа не қойылмайды? Шәдда қойылмайды, шәдда белгісі. Жақсы, машалла, бүгінгі қыздарымыз өте жақсы нәтиже көрсеттіңіздер. Иншалла ертең жазбаша емтиханында жақсы нәтиже көрсетесіздер деп сенемін. Өте жақсы, иншалла, итазаға лайықсыздар, иншалла, Уақытымыз бітіп қалды, қыздар. Басқа қыздармен де практика жасасақ болатын еді, оған уақытымыз бітіп жатыр. Басқа сұрақ бар ма, қыздар?